Мына жерде бұрын біреу тұрған, либо заттарын тастап кеткен сияқты ғой. Мына қабырғада суретті қара. Бұл қыз... Ая, сенің жүзіңе қатты ұқсайды ғой. Мына жерде күнделік бар екен. Ашып көр. Мұнда аты жазылған. Кімнің аты? Ая. Бұл мүмкін емес. Неге ол менің атымды жазған? Мұнда тағы бір нәрсе бар. Не деп тұр? Бір күні менің орнымда басқа ая келеді. Меніңше, сен бұл үйге жай ғана көшіп келген жоқсың. Онда мен кіммін? Шындықты білгің келсе, жертөлеге түс. Шындықты білгің келсе, жертөлеге түс. Бұл не деген сөз? Меніңше, жертөлеге бармағанымыз дұрыс. Бірақ сен шындықты білгің келмей ме? Келеді. Менің атым неге әлгі қыздың күнделігінде жазылған түсінгім келеді. Жақсы, бірақ үшеуміз бірге барамыз. Келістік. Мына жерде көп қағаздар бар екен. Мынаны қараңдар. Не жазылған? Бұл үйде бұрын тұрған отбасының аты бар. Қандай отбасы? Сағындықтар отбасы. Ал мына жерде бір қыздың аты жазылған. Кімнің? Ая. Неге менің атым тағы жазылған? Мына жерден телефон тауып алдым. Еще мына телефон әлі қосылады екен. Қарап көр. Егер сен бұл видеоны көріп тұрсаң, демек, сен осы үйге көшіп келдің. Менің атым да Ая. Бірақ сен мен туралы іздеген сайын бір нәрсені түсінесің. Бұл мен туралы айтып тұр. Жалғасы жоқ па? Біреу үйге кірді ме? Бізден басқа ешкім жоқ еді ғой. Жүріңдер жоғарыға шығайық. Сендер не істеп жүрсіңдер? Біз жертөледен бір нәрсе таптық. Сендер жертөлеге түсіңдер ме? Я? Бұл жерге енді түспеңдер. Неге? Өйткені сендер іздеп жүрген қыз туралы мен бәрін білемін. Онда айтыңызшы. Ол қыз осы үйден 10 жыл бұрын жоғалып кеткен. Жоғалып кеткен? Ал мен ше? Сенің неге оған ұқсайтыныңды мен де түсінбеймін. Сіз бір нәрсені жасырып тұрсыз. Я. Нені? Сенің анаңа бер. Неге өзіңіз бермейсіз? Өйткені ол бұл суретті көрсе, бәрін түсінеді. Давайте аш көреміз. Не? Мына суретте менің анам бар. Ал оның жанында әлгі қыз тұр. Сонда біздің анамыз оның бұрыннан білген бе? Меніңше бізге ешкім шындықты айтпай жүр. Мынаның артында бір жазу бар ғой. Егер Ая қайта оралса, оған бәрін айту керек. Қайта оралса дегені қалай? Анашым, мына суреттегі қыз кім? Анашым. Сен бұл суретті қақтан алдың? Жертөледен. Сен жертөлеге түссің бе? Я. Бірақ мен шындықты білгім келеді. Неге ол қыздың аты да Ая? Неге ол маған ұқсайды? Өйткені ол қыз мен сіңілім еді.
Сен сіңілің бе? Я, оның да аты Ая болады. Сонда мен оның атын неге алғанмын? Себебі сен дүниеге келген кезде біз оны қатты сағынатынбыз. Сен кішкентай кезіңде осы үйге келгенсің. Бірақ кейін біз бұл жерден көшіп кеттік. Неге? Себебі бұл үйде сенің апаңмен байланысты көп естеліктер бар. Ал ол қызға не болды? Анасы ол жоғалып кеткен жоқ. Не? Ол басқа қалаға кеткен. Бізбен байланыс үзілген. Сол кезде бәрі жоғалды деп ойлаған. Сонда ол тірі ме? Я. Қазір қайда? Білмеймін. Мен сендерге бірдеңе айтуым керек. Ол қыз туралы ма? Я. Ол қайда? Мен оның қайда екенін білемін. Қайда? Ол қыз қалаға жақында ғана қайтып келген. Сонда ол осында ма? Я. Неге бізге бұрын айтпадыңыз? Өйткені оның өзі сендерге бірінші болып айтқысы келді. Жақсы, менің бар айтарым осы. Сау болыңдар. Сәлем. Сен Аясың ба? Я? Мен де Ая боламын. Бұл мүмкін емес. Ая? Апай? Неге сен менің түсіме кірдің? Неге мен осы үйге келгеннен кейін бәрі басталды? Өйткені сен бұл үйдің тарихын білуің керек еді. Ал күнделікті кім жазды? Мен. Неге? Себебі мен сенің осы үйге қайта келетініңді білдім. Бірақ мен бұл үйге бірінші рет келдім ғой? Жоқ. Қалай? Сен кішкентай кезінде осы үйде болғансың. Тек оны есіңе түсіре алмайсың. Ал менің саған қалдырған ең маңызды нәрсем бар. Не? Сонымен бәрі аяқталды ма? Иә, бірақ бір нәрсені түсіндім. Нені? Кейде біз білмейтін құпиялар бізді қорқытады. Ал шындықты білгенде, оның бәрі біз ойлағандай қорқынышты болмайды. Енді бұл үйде қаласың ба? Әрине, қорықпайсың ба? Өйткені енді бұл үйде жалғыз емеспіз.